Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен тез әрі дәмді болып дайындалатын гонфан тағамын дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 кәсе күрішімізді жуып, 3 кәсе суық су құйып, кішкене тұз, 2 ас қасық сұйық май құйып, күрішімізді пісіріп аламыз. Күрішіміз піскенше подлив дайындайтын боламыз. Оған керек заттарымыз: сельдерей, перец, сарымсақ, пекинка, қалауыңызға қарай басқа да көкөністерді қосуыңызға болады. Өте дәмді болып шығады. Барлығын жұқалап, төрт-бұрыштап турап аламыз. Мен картоп қосқанды жөн көрдім, дәмді болады. Қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады. Етімізді осылай қуырып аламыз қызарғанша. Сосын чеснок, кішкене ұнтақталған қызыл перецті майға қуырып жіберсеңіз дәмді болады. Қуырып аламыз. Томатымызды қосамыз 1 қасық. Кішкене қуырып, сельдерейімізді салып, 1-2 минутқа оны да қуырып аламыз. Мінекей болды. Енді пекинкамызды салып, тұзымызды сеуіп, бірнеше минутқа қалдырамыз. Соевый соус құямыз кішкене. Араластырып, бірнеше минутқа қалдырамыз. Басылып, пекинкамыз мінекей әдемі болып қалды. 1 кәседей су құямыз. Мінекей дайын болды подливіміз. Күрішімізді әсемдеп салып, подливімізді құйып, тамағымызды ұсынуға болады. Ас болсын.